Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай түркиялық симит бөлкелерін дайындайтын боламыз. Өте дәмді, сырты қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа ұнды салып, үстіне ашытқы мен тұзды қосамыз. Одан соң суды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Ыдысты аздап майлаймыз, қамырды салып, бетін жауып, 1 сағат жылы жерге қойып қоямыз. Кунжутты табаға салып, қызарғанша қуырып аламыз. Ыдысқа ыстық су құйып, үстіне бал қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз жақсылап көтерілді, оны теңдей етіп 6 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті тағы да 2-ге бөліп, видеода көрсетілгендей алдымен қолымызбен созып аламыз, одан соң ұштарын біріктіріп, бір-біріне айқастыра отыра орап шығамыз. Қалған бөліктерін де осылай жасап шығамыз. Одан соң әр қайсысын бал қосылған суға батырып, кунжутқа аунатамыз. Пергамент қағазы төселген противенге орналастырып, 20-30 минутқа бетін жауып қоямыз. Енді әр қайсысын осылай қолымызбен созып шығамыз. Мен үшеуін бөлек пісіріп алдым. Егер де противендеріңіз үлкен болса, барлығын бірге пісіруге болады. Алдын ала қыздырылған духовкада 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Біздің түркиялық симит бөлкелеріміз дайын болды. Ортасына варенье жағуға немесе әртүрлі көкөністерді қосуға болады. Тіпті ештеңе салмай өзін жіберсеңіздер де болады. Мен сметанный соуспен көкөністерді салып жасадым. Сметана мен майонезді араластырып, үстіне сарымсақ, аскөк, тұз бен бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Бөлкелердің ортасына осы сметанный соусты жағып, қияр мен қызанақты салып шықтым. Жаңа рецепттерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.